Баршаңызға сәлем. Бүгін ерекше тағам дайындайтын боламыз. Мампар тағамы. Ол үшін бізге қазаныңызға майды қуырмалайтындай ретінде құйып алыңыз. Етіңізді салып, үлкен отта қуырып аласыз. Айтпақшы достар, менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Менің YouTube каналымда аптасына 3-4 видео шығарып тұрамын. Өте дәмді және жеңіл рецептер болады. Міне енді етіміз қуырылғаннан кейін пиязды және 2 дана чеснокты үстіне қосып, тағы да қуырмалайтын боламыз. Пияз сарғайып, әбден қуырылғаннан кейін 1 қасық томат қосасыз, ас қасықпен. Томатыңыз қызарып, әбден қуырылғаннан кейін үстіне кубикталған 1 сәбіз және 1 болгарский перец қосасыз. Болгарский перецті кубиктап турасаңыз да болады, немесе мен сияқты 2-ге бөліп салсаңыз болады. Қуырғаннан кейін үстіне 2 литр су қосасыз. Достар, егер де менің рецептіммен дайындайтын болсаңыз, онда лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Енді сорпаның бетіне көбігі жинала бастады. Осы кезде 1 чай қасықпен тұз қосасыз. Оттың астын жай қойып, көбігін жақсылап аласыз. Енді мампардың нанын жасайтын боламыз. Ол үшін 200 грамм ұнға, 1 шай қасықпен тұз, 1 жұмыртқа және жылы сумен жақсылап илейсіз. Қамырыңыз жұмсақ болып шығу керек, қатты болып кетпесін. Және қамырыңызды илеп болғаннан кейін 15-20 минутқа бетін жауып қойып қоясыз. Енді картопты салып, асты қайнағаннан кейін қақпағын жауып, орташа отта тағы 15 минут қойып қоясыз. Кейін қамырыңызды жайып аласыз. Негізі мампардың қамыры қалың болуы керек, бірақ мен мына жерде кішкене жұқалатып жіберіппін. Сіздердікі де жұқаланып кетсе, ештеңе етпейді, өте дәмді болып шығады, уайымдамаңыздар. Осылай кішкентай кубиктап турайсыздар. Және сорпаңызға салып, қамырыңызды 15 минут қайнатып аласыз. Қамыр бір-біріне жабысып қалмас үшін араластырып тұруды ұмытып кетпеңіз. Ерекше дәмді мампар тағамы дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше.